сіздерге бүгін мен ірі қараның жүрегінен дайындалған үлпершек тағамын көрсетпекпін. Оның ішіне мына жерде ішін жақсылап еттерін алып, қазымызды, жұмсақ етімізді және сүрленген ірі қара малының бөлкешін және де іш майын қоспақшымыз, және де дәмдеуіштерді қосамыз. Мына жерде ас көктерді, балдыр көгіміз бар, ақ желкеніміз бар, ас көгіміз бар. Осыларды араластырып жүректің ішіне саламыз. Бұл тағам күйеуге ұзатылған қыздың сағынып еліне төркіндеп келгеннен кейінгі біз анасы қызым біздің жүрегіміздесін деген мақсатта осы үлпершекті дайындаған. Қызым менің сағынышымсың деп білдірген, өзінің сезімін, жүрегінің жылылығын, жүрегіміз әрқашанда сенімен бірге деген мақсатта осы үлпершек тағамын ежелде дайындаған. Осылардың бәрін турап, барлық ас көгімізді қазір дәмдеуіштерімізді қосып араластырамыз. Және де бұл тағамның ішіне дәмдеуіштердің өзіндік адам ағзасына беретін витаминдері бар. Қазымыздың да өзінше витаминдері бар. Әрбір еттің калориясы адам ағзасына пайдалы. Тамақта дәрумендері мықты. Осы тамақтар қазір қыздарымызға өстіп сағынғанда жасап беріп жатса, нұр үстіне нұр болайық, дұрыс айтасыз. Осы тағамдарды болашақта жасалса деген мақсатта ұмтылып бара жатқан тағамдарымыз. Кілең құнарлы жерлері берілгені, жүрек деген өзі етті жер. Бұрынғы уақытта етті бұл қалың болғандықтан, жүрек қалың болғандықтан ұнға көбіне сақтайтын болған, жарып, осы уақытта анасы қызына дайындап қоятын болған. Жылдап сақтаған. Жылдап ұнға сақтайтын болған. Ол кезде біздер сияқты холодильник деген жоқ қой ол уақытта. Бір жағынан өте тойымды және өзінің қаншалықты қыз өз еліне қаншалықты құрметті, қаншалықты керек екенін осы үлпершек арқылы білетін болған. Сүрленгеннен ақ, тұрғаннан ақ қанша адам беріп күтіп отырғанын майдай сақтап. Бұл көбіне бұны солтүстік жақтарда өздерінің келіндеріне қызға емес, келінім қызымдай болсын деген мақсатта дайындайды екен. Ал бізде оңтүстік жақта қызына арнап дайындайды екен. Бұны енді біздер онша жиі істей бермейміз. Болашақта жасаймыз деген үмітіміз бар, қызымызға арнап. Бұл ешқандай еш жерге жарияланбаған тұғын. Бұны мен өзім кітаптардан оқып, және өзім балабақшада аспаз болғаннан кейін осындай бізде де көрсетілімдер болып тұрады. Сол кезде бір ұмытылып баратқан тағам шығару керек еді деген кезде осы үлпершек тағамы көзіме түсіп, осыны жасап көрейікші деген мақсатта 2-3 мәрте осы асты дайындағанбыз. Тарихы ұнады. Тарихы ұнады, әсіресе қызға деген құрмет. Өзімізде мысалы қызбыз ғой, біз кішкене саламыз әр елдің. Өзімізде осындай болғанда ғой деген мақсатта аналарымыз қыздарына осылай дайындаса, жарияланса деген мақсатта осыны 2-3 мәрте осылай дайындағанбыз. Енді міне ас көгімізді салдық, дәмдеуішімізді салдық, тұзымызды салдық. Енді бұны араластырамыз. Өзінің әр ас көктердің өзінің ерекше дәмі бар, тағамға берілетін. Енді осының ішіне саламыз, жүректің ішіне саламыз. Қазір осы анаға тағзым орталығындағы ашылып тұрған осы студияның негізгі мақсаты осындай ұмытылып кеткен тағамдарды насихаттау, бұның құнарлығы, дәрумендерге толы екені, әрі таза тағам екені бәрімізге аян. Осы тағамдарды қазір осында ел арасында білетін кісілерден сұрап, әкеліп үйрету
болып тұр. Мақсатымыз үлпершек тамағын тарихымен бірге айтып, түсіндіріп жатыр. Осындай ұлттық тағамдарды біздің аналарымыз, келіншектер дайындап үйренетін жері. Болашақта жақсы жарияланып, осы тағамдардың бәрі келіндеріміз үйреніп жасаса, нұр үстіне нұр болар еді. Бұл тағамды 2-3 рет пісірдім, әрине. Ол кезде жарғандағы бұныңдағы иіс өте дәмі, өте керемет дәмді болып, барша біздің қазалылықтар таңғалған сол уақытта. Содан дәмінің кереметтігі сонша, енді сөзбен айтып жете алмаймын, өте жақсы дәмді болып шықты сол кезде. Өзіміз қуандық сол уақытта. Біреуінде салғасын сәлден кейін көретін боламыз. Дәмін, иісін. Иісі қандай керемет болып дайындаған бүгінгі, е? 2 сағаттан аса уақытта дайындадыңыз, е? Қайнатуына ғой 2 сағат кеткені. 2 сағат қайнатуына кетті. Өзіңіз тез дайындап тастадыңыз? Сәл суыған соң, турап тәліптейімізге табағымызға салатын боламыз. Әсемдеп, осылай дайындаймыз. Ол уақытта енді бұлай әсемдемеген, кәдімгідей даланың жидектерін, жиде жапырақтарын, дәмдеуіштерін солай қойып әсемдеген. Енді біз қазір не? Заманауи, е? Қазіргі осы өзгерістер енгізе береміз ғой жүре бара. Мінекей, осы ұмытылып бара жатқан тағамымызды жариялап, осы анаға тағзым орталығына көптен көп рахмет. Қазалы аналар атынан көптен көп рахмет деп айтам. Ұмытылып бара жатқан тағамдарымыз жарияланып, көрініп, қазағымыздың дастарханынан көріне берсін, көріне берсін. Ас болсын. Иісі мұрын жарып тұрет, дәмі де керемет екен. Ас болсын. Аналар дайындап, қыздар өстіп дәмін тата берсін.